Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Менің есімім Асқарбек Арман Шалабайұлы. Бүгін біз маркетингтегі генеративті жасанды интеллект пәні аясындағы алғашқы тақырыпты қарастырамыз. Дәрісіміздің алғашқы тақырыбы генеративті жасанды интеллектке кіріспе және оның маркетингтегі рөлі. Бұл дәріс аясында біз генеративті жасанды интеллект дегеніміз не, ол қалай дамыды, маркетингтегі қай бағыттарда қолданылады және де оның қолданудың қандай артықшылықтары мен қауіптері бар екендігін көрсететін боламыз. Дәрістің мазмұнына келетін болсақ, бірінші бөлімде біз генеративті жасанды интеллект түсінігі және де оның даму жолы. Екінші бөлімде маркетингтегі қолдану салаларын тоқталамыз, ал үшінші бөлімде генеративті жасанды интеллектті қолданудың артықшылықтары мен қауіптерін талдайтын боламыз. Енді бірінші бөлімге көшейік. Бұл бөлімде біз генеративті жасанды интеллекттің негізгі түсінігін және де даму жолын көрсетіп шығамыз. Бұл слайдта жасанды интеллект пен генеративті жасанды интеллекттің айырмашылығы көрсетілген. Жасанды интеллект бұл адам интеллектісін имитациялайтын жүйелер. Ал оның негізгі мақсаты деректерді талдау, ақпараттарды түсіну, шешім қабылдау және белгілі бір тапсырмаларды автоматтандыру. Мысалға алатын болсақ, жасанды интеллект суретті тани алады, сөйлеуді түсіне алады, деректерді талдай алады, немесе басқа да бір ұсыныстарды жасай алуы мүмкін. Ал генеративті жасанды интеллектке келетін болсақ, бұл жасанды интеллекттің бір бөлігі. Оның ерекшелігі жаңа контент жасауында. Мысалы, ол мәтін жазалады, сурет жасайды, аудио немесе бейне дайындай алады, тіпті бағдарламалық код та жазалады. Қарапайым тілмен айтқанда, дәстүрлі жасанды интеллект ақпаратты түсініп, талдауға көмектессе, генеративті жасанды интеллект сол ақпараттың негізінде жаңа мазмұн жасайды. Бұл слайдта генеративті жасанды интеллекттің даму кезеңдері көрсетілген. Бірінші кезең ережелерге негізделген жүйелер. Бұл кезеңде жүйелер алдын ала жазылған алгоритмдер мен шаблондар бойынша жұмыс істеді. Ал екінші кезеңге келетін болсақ, бұл машиналық оқыту модельдері. Бұл кезеңде жүйелер үлкен көлемдегі деректерді үйрене бастады. Мысалы, классификация, регрессия, кластерлеу сияқты міндеттерді шешуге мүмкіндік пайда болды. Ал келесі кезең, үшінші кезеңде терең оқыту. Мұнда күрделі нейрондық желілер арқылы үлкен көлемдегі ақпараттарды өңдеу және де жаңа контент генерациялау мүмкіндігі пайда болды. Төртінші кезеңде іргелі модельдер, яғни foundation models. Бұл модельдерде өте үлкен деректер негізінде оқытылатын әртүрлі тапсырмаларды орындай алатын модельдер қалыптасты. Келесі кезең, бесінші кезеңде, бұл яғни қазіргі кезең, бұл үлкен тілдік модельдер және де мультимодальды модельдер дәуірі. Қазіргі модельдер тек мәтінмен ғана емес, сурет, аудио, видео және де кодпен жұмыс жасай алады. Осыған байланысты генеративті жасанды интеллектте экономикаға, бизнеске және де маркетингке үлкен әсер ете бастады. Бұл жерде біз генеративті жасанды интеллекттің негізгі модельдері берілген. Бірінші бағыт бұл мәтіндік генерация. Бұған ChatGPT-ның 5-ші моделі, Claude, Llama, Gemini сияқты модельдер жатады. Олар мәтінді жазу, ақпаратты қорыту, жарнама мәтіндерін жасау, шолулар, дайындау сияқты міндеттерді орындай алады. Екінші бағыт бұл кескіндік генерация. DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion сияқты құралдар мәтіндік сипаттама бойынша суреттер жасай алады. Бұл маркетингте баннер, иллюстрация, жарнама, визуал жасау үшін қолданылады. Ал үшінші бағыт бұл аудио және бейне генерациясы. Мысалы, Eleven Labs, Runway, Sora сияқты құралдар мәтін негізінде дауыс, аудио және де бейне контент жасауға мүмкіндік береді. Төртінші бағыт бұл код генерациялау. Бұл GitHub, Copilot, Code2Base сияқты құралдар бағдарламалық код жазуды жеңілдетті. Маркетологтар үшін бұл модельдердің барлығы маңызды, себебі қазіргі маркетинг тек мәтінмен шектелмейді. Ол визуал, аудио, дыбыс және цифрлық өнімдер тығыз байланысты. Енді екінші бөлімге келетін болсақ, бұл бөлімде генеративті жасанды интеллект маркетингтегі негізгі қолданудың салаларын қарастыратын боламыз. Маркетинг бұл аудиторияны түсіну, оған дұрыс хабарлама жеткізу және де тұтынушылардың назарын аудару процесі. Генеративті интеллект осы процестерді жылдамдатуға және де тиімді етуге көмектеседі.
Мысалы, маркетолог генеративті жасанды интеллект арқылы пост мәтінін жаза алады, жарнама идеясын, email хаттарын, өнім сипаттамасын немесе видео сценарийлер дайындауға олар мүмкіндік ала алады. Сонымен қатар жасанды интеллекттердің сұранысына қарай жеке ұсыныстар жасап, коммуникацияны персонализациялауға мүмкіндік бере алды. Бұл слайдта генеративті жасанды интеллекттің негізгі модельдері мен технологияларын жүйеленіп көрсетілген. Бірінші бағыт бұл бізде мәтіндік генерация модельдері. Ол маркетингтік мәтіндер, посттар, мақалалар мен email хабарламалар жасауға көмектеседі. Екінші бағыт бұл кескіндік генерация модельдері. Олар жарнамалық суреттер, баннерлер және креативті визуалдар жасау үшін қолданылады. Үшінші бағыт аудио және бейнелік генерация модельдері. Бұл құралдар өнімді таныстыратын роликтер, дыбысты хабарламалар немесе видео сценарийлер жасауға өз кезегінде мүмкіндік бере алады. Төртінші бағыт бағдарламалық код генерациялау модельдері. Бұл сайт, қосымша немесе цифрлық сервистерді әзірлеуге пайдалы болуы мүмкін. Соңғы бағыт, көріп тұрғандарыңыздай, бұл негізгі технологиялар мен архитектуралар. Мұнда трансформерлер мен диффузиялық модельдер және GAN архитектуралары сияқты технологиялар көрсетілген. Олар қазіргі генеративті жасанды интеллект жүйелерінің техникалық негізін құрайды. Алдарыңыздағы кестеде генеративті жасанды интеллекттің маркетингтегі нақты қолданылу бағыттары көрсетілген. Контент маркетингте жасанды интеллект мақала, блог жазбасы немесе email мәтінін дайындауға көмектеседі. Әлеуметтік желілерде саласындағы ол контент жоспар, пост мәтіні, хэштегтар, Instagram немесе TikTok контенттерін құруға қолданылады. Жарнамада генеративті жасанды интеллекттерде ол жерде біз компанияның ұрандарын, баннер мәтіндерін немесе Google Ads мәтіндерін жасауға мүмкіндік ала аламыз. Персонализация бағытында клиентке жеке ұсыныстар дайындауға, мысалы, әр клиентке жеке email немесе де өнім ұсыныстарын жасау, коммуникацияда чат-боттар немесе виртуалды көмекшілер арқылы тәулік бойы онлайн қолдау көрсету мүмкіндігін бере аламыз. Сонымен қатар, генеративті жасанды интеллект маркетингтегі зерттеулерде тұтынушы пікірлерін талдауға, визуалды маркетинг баннерлерін жасауға, бейне маркетингте сценарий дайындауға және стратегия құруда жаңа идеялар ұсынуға көмектеседі. Алдарыңызда генеративті жасанды интеллекттің контент маркетинг пен әлеуметтік желілердегі рөлі көрсетілген. Контент маркетингте жасанды интеллект, мақала, блог жазбалары, өнім сипаттамалары, email мәтіндері немесе SEO-ға бейімделген контент жасауға көмектесе алады. Мысалы, компания жаңа өнімдер шығарса, маркетолог жасанды интеллект арқылы сол өнімге арналған сипаттама, әлеуметтік желіде пост, жарнама мәтіндерінің бірнеше нұсқасын жылдам дайындауға мүмкіндік алады. Ал SMM бағытында генеративті жасанды интеллект контент жоспар құруға, пост мәтін жазуға, хэштегтер таңдауға, Instagram және TikTok сценарийлерін дайындауға көмектеседі. Бірақ бұл маңызды нәрсе бар бұл жерде. Жасанды интеллект мәтінді сол күйінде қолдануға болмайды. Маркетолог оны міндетті түрде тексеріп, бренд стиліне, мақсатты аудиторияға және де нақты жағдайға бейімдеу керек. Яғни жасанды интеллект дайын шешім емес. Ол жерде маркетологтың жұмысын жылдамдататын көмекші құрал ретінде ғана біз пайдалана аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл слайдта генеративті жасанды интеллект, персонализация және де клиенттермен коммуникациядағы рөлі көрсетілген. Персонализацияланған маркетинг дегеніміз ол әр клиентке бірдей емес, оның қызығушылығына сай етіп, сатып алу тарихына, қажеттілігіне сәйкес жеке ұсыныстар жасау. Мысалы, клиент бұрын спорттық аяқ киім сатып алған болатын болса, оған спорттық киімдері немесе жаңа аяқ киім үлгілерін ұсынуға болады. Ал генеративті жасанды интеллект осындай ұсыныстарға арналған жеке email мәтіндерін, жарнамалық хабарламалар дайындауға көмектеседі. Клиенттермен коммуникацияда жасанды интеллект чат-боттар, виртуалды көмекшілер арқылы қолдана аламыз. Олар клиенттерге сұрақтарына жылдам жауап беруге, тәулік бойы онлайн қолдауға көрсетуге және бірнеше тілде жұмыс істей алатын бізде мүмкіндік береді. Нәтижесінде компания клиенттермен жылдам әрі ыңғайлы байланыс орнатады. Бұл сатылымды арттыруға, клиенттердің сенімін күшейтуге және брендке деген адалдықты нығайтуға көмектеседі. Енді үшінші бөлімге өтетін болсақ, бұл бөлімде генеративті жасанды интеллекттің маркетингте қолданудың артықшылықтары мен оның қауіптерін қарастыратын боламыз. Кез келген технология сияқты генеративті жасанды интеллекттің де пайдалы жақтары болады және де сонымен қатар оның белгілі бір тәуекелдері бар.
Бұл жағынан ол маркетологтың жұмысын жылдамдатқанымен шығындарды азайта алады және де жаңа идеялар ұсынуға көмектеседі. Ал екінші тарапынан қарайтын болсақ, жалған ақпарат, авторлық құқық, құпия деректердің таралуы немесе жасанды интеллектке шамадан тыс тәуелділік сияқты мәселелерді туындатуы мүмкін. Сондықтан бұл технологияны қолданғанда тек техникалық мүмкіндіктерін ғана емес, этикалық және кәсіби жауапкершілікке де мән беру керек. Бұл слайдта генеративті жасанды интеллекттің негізгі артықшылықтары мен оның қауіптері нақты көрсетілген. Алдымен артықшылықтарына тоқтала кетсек, генеративті жасанды интеллект контентті жылдам дайындауға мүмкіндік береді. Бірақ, мысалға, бұл бір пост жазуға көп уақыт кетсе, жасанды интеллект бірнеше секунд ішінде бірнеше нұсқа ұсыналады. Дәл сол уақыт аралығында, одан да тез уақыт аралығында ұсыналады. Ол маркетингте шығындарды азайтады, процесстерді автоматтандырады, персонализацияланған ұсыныстар жасауға көмектеседі және де жаңа идеялар мен креативтерді ұсынады. Сонымен қатар маркетингтік зерттеулерде де жеделдетеді. Мысалға, тұтынушының пікірін талдап, негізгі мәселелер мен ұсыныстарды анықтауға көмектеседі. Яғни бұл жылдам уақыт аралығында болып жатыр. Кезінде ұзақ уақыт кетсе, қазір жылдам уақыт аралығында жасанды интеллект бізге сондай мүмкіндік береді. Ал оның екінші тарабы қауібіне тоқталатын болсақ, бірінші қауіп ол жалған немесе дәл емес ақпарат. Жасанды интеллект кейде сенімді көрінетін, бірақ қате ақпараттар беруі мүмкін. Екіншіден, ол авторлық құқық. Жасалынған мәтін, суреттер немесе идея басқа материалдарға ұқсас болуы мүмкін. Ал үшінші қауіп бұл құпия деректер. Компанияның ішкі ақпараттарын немесе клиенттердің деректерін жасанды интеллект құралдарына енгізу қаупі болуы мүмкін. Сондықтан генеративті жасанды интеллектті қолданғанда адам бақылауы міндетті түрде қажет. Осы дәрісті біз генеративті жасанды интеллекттің негізгі түсінігін, даму кезеңдерін және де маркетингтегі рөлін қарастырдық. Жалпы қорытындыға келе, бұл генеративті жасанды интеллект мәтін, сурет, аудио, бейне немесе код сияқты жаңа контент жасай алатын заманауи технология. Оның негізінде терең оқыту, нейрондық желілер және де трансформерлер модельдері жатыр. Маркетингте бұл технология контент жасау, жарнама, мәтіндерін әзірлеу, клиенттермен коммуникация орнату, персонализация және де маркетингтік зерттеулер жүргізу үшін кеңінен қолданылады. Генеративті жасанды интеллект маркетингтік процестерді тиімділігімен арттырады, маркетологтардың жаңа мүмкіндіктерін береді. Бірақ сонымен қатар ақпараттың дәлдігі, деректердің қауіпсіздігі, авторлық құқық және этикалық мәселелерді де ұмытпау қажет. Ең басты қорытынды бұл генеративті жасанды интеллект маркетологтардың орнын алмастырмайды. Ол маркетологтың кәсіби қызметін қолдайтын, жұмысын жеңілдететін және шығармашылық мүмкіндіктерін кеңейтетін құрал ретінде қолданылуы керек. Осымен біз дәрісімізді аяқтаймыз. Зер салып тыңдағандарыңызға алғыс білдіремін.